Барлығыңызға сәле. Бүгін бізде Кловерфилд 10 фильмі. Жігітімен ұрыстан кейін Мишель заттарын жинап, пәтердің кілті мен жүзігін стелге қалдырып кетіп қалады. Ол ұзақ уақыт ауылдық жерлер арқылы көлік жүргізеді. Жанармай бекетінде тоқтағанда, өзін біраз уақыттан бері бір көліктің аңдып келе жатқанын байқайды. Түннің бір уағында жігіті оған хабарласып, қайтуын сұрайды. Бірақ Мишель сөйлескісі келмейді. Ол радионы қосып, жаңалықтардан кең көлемдегі электр қуатының өшуі туралы хабарды естиді. Ойы бөлініп кеткен ол апатқа ұшырайды. Көлік бірнеше рет аударылып, жол жиегіне соғылады. Мишель есінен танып қалады. Біраз уақыт өткен соң, ол бейтаныс бетон бөлмеде есін жинайды. Қолына тамырдан дәрі жіберетін түтік жалғанған, ал аяғы таңылып, темір шынжырмен бекітілген. Оның барлық заттары бұрышқа үйіліп қойылған. Сөрені пайдаланып, Мишель телефонына қол жеткізеді, бірақ байланыс жоқ. Кенеттен дәлізден аяқ дыбыстары естіледі, және есік ашылып, ірі денелі ер адам ішке кіреді. Ол тамақ салынған табақты Мишельдің алдына қояды. Мишель жалынып, өзін босатуын сұрайды, және ешкімге айтпайтынына уәде береді. Бірақ ер адам оған өлуіне жол бермейтінін ғана айтады. Шынжырдың кілтін қалдырып, бөлмеден шығып кетеді. Мишель тез босанып, киініп, балдақтың ұшын өткірлеп, ер адамнан қорғануға дайындалады. Бірақ ол бөлмеде жоқ болғандықтан, басқа жоспар ойлап табады. Киімнің бір бөлігін өртеп, оны желдеткіш шахтасына лақтырады. Өрт дабылы іске қосылады. Ер адам ішке жүгіріп кіргенде, ол Мишельге бірдеңе егеді. Мишель қайтадан есінен танып қалады. Қайта есін жиғанда, ол ер адамның жанында отырғанын көреді. Ол Мишельдің осында аман қалғанына қуану керектігін айтады. Оған тамақ жеп, дәрілерін қабылдау керек, өйткені адамдарға шабуыл жасалған. Бірақ шабуылдың нақты сипаты белгісі. Олар қазір оның фермасының астындағы бункерде. Ол Мишельдің жол апатына ұшырағанын көріп, оны өлімге қалдыра алмағанын түсіндіреді. Мишель полицияға хабарласқысы келеді. Бірақ ер адам сыртқы әлемнің уланғанын айтады. Ауа қайтадан тыныс алуға жарамды болуы үшін кемінде 1 жыл қажет. Және бұл тек шабуыл қарапайым болса ғана мүмкін. Егер бұл Марстан келгендер сияқты нәрсе болса, адамзат жойылуы мүмкін. Мишель отбасымен байланысуды сұрайды. Бірақ Говард оған жер бетінде қалғандардың барлығы өлгенін айтады. Мишель естігендеріне сене алмай тұрғанда, келесі бөлмеден қатты дыбыс шығады. Говард есікті ашық қалдырып, біреуге айғайлап шығып кетеді. Біраздан кейін ашулы түрде қайтып келіп, Мишельге оны құтқарғаны үшін алғыс айтуы керек екенін есіне салады. Кетіп бара жатып, ол өзін Говард деп таныстырады. Келесі күні таңертең Мишель жер үстінен шыққан дыбыстан оянады, және есіктің ашық тұрғанын көреді. Ол сыртқа шығып, дәлізде ұйықтап жатқан жас жігітті оятады. Жігіт оны тыныштандырғысы келеді. Бірақ Мишель Говардтың өтірігіне сенбейтінін айтады. Алайда жігіт өзін Эммет деп таныстырып, Говардтың айтқандары рас екенін растайды. Кейінірек Говард Мишельге бункерді көрсетеді. Орталық бөлігінде арнайы жүйе ауаны сүзгіден өткізетін ортақ аймақ орналасқан. Мұнда кітапхана, теледидар және дискілердегі фильмдер бар. Ас үй кең, электр пеші, тоңазытқыш және ыдыс-аяқ бар. Дастархан отбасының мұрасы. Бірақ Говардтың жеке бөлмесіне кіруге тыйым салынған. Мишель дәретхананы перденің артында қолдануға мәжбүр, өйткені Говард оның қайтадан бірдеңе істеуінен, мысалы, өрт шығаруға тырысуынан қорқады. Сонымен қатар, суды үнемді пайдалану керек. Экскурсиядан кейін Говард оны түскі асқа отыруға шақырады. Мишель стелдің үстінде жатқан әйелдер журналдарын байқайды. Говард олардың Меганға тиесілі болғанын, бірақ оның енді мұнда жоқ екенін түсіндіреді. Кенеттен Мишель сырттан шыққан дыбысты естіп, бұл жолдан өтіп бара жатқан көлік болуы мүмкін деп болжайды. Бірақ Говард оған мұның мүмкін еместігін айтады. Говард ешкімнің тірі қалмағанын түсіндіруден шаршағанын айтады. Адамдар оны жынды санаған, бірақ ол бункер салуды бастағанда бәрі өзгерді. Ол Мишельге өз көзімен көруге мүмкіндік беріп, баспалдаққа апарады. Баспалдақтың жоғарғы жағында Мишель кішкентай терезесі бар есікті көреді. Алғашында сыртқы әлем өзгермегендей көрінеді. Бірақ үйдің алдындағы қоршауда өлі шошқалар жатыр. Олардың денесі ашық жаралармен көмкерілген. Говард олардың өзіне тиесілі болғанын және құтқара алмағанын түсіндіреді. Сол кезде Мишель оның көлігін таниды. Бұл оның апатқа ұшыраған түні соңынан ерген көлі. Говард бұл есіктердің әрқашан құлыптаулы болатынын және кілттің өзінде екенін көрсетеді. Мишель мен Эммет жағдайды талқылайды. Эммет Говардтың бұрын әскери теңіз күштерінде қызмет еткенін айтады. Кейін ферма сатып алып, Эмметті көмекші ретінде жалдаға. Говард қастандық теорияларына әуес болғандықтан бункер салға. Эмметті ол күштеп әкелмеген жігіт өзі жүгіріп келген. Ол Говардтың бар ақшасын бункерге құйғанын көріп, баспана іздеген. Алайда Мишель Говардтың өзі апатты тудырғанын, оны осында күштеп алып келгенін еске салады. Демек, оның шабуыл туралы айтқандары өтірік. Бірақ Эммет бұлай емес дейді. Ол шабуылды өз көзімен көрген жарқыл, жарылыс және көкжиек қызыл түске боялған. Ол Говард есікті жауып үлгергенше бункерге жеткеніне қуанышты. Мишель Говардтың айтқандарын жоққа шығармақ болғанда, кенеттен оның есік аузында тұрғанын
және әңгімелерін тыңдап тұрғанын байқамай қалады. Гвард оларға кешкі асқа келуді ұсынады, екеуінің жақсы тіл табысқанын байқап мысқылдайды. Кешкі ас кезінде Эммет орындалмаған армандары туралы айтады. Ол үстел үстінен монополия ойынын байқап, уақытты сонымен өткізуге ұсыныс жасайды. Гвард бос әңгімеден ашулана бастайды, ал Мишель әдейі Эмметпен флирт жасап, оны одан сайын ашуландырады. Гвард ашуға булығып, айқайлап, Мишельден өзін құрметтеуді талап етеді, өйткені ол оның өмірін құтқарды. Гвард екеуін ұрсып жатқанда, Мишель оның белдігінен кілттерді ұрлап үлгереді. Бірақ Гвард оның оғаш қылықтарын байқап, кілттердің жоғалғанын түсінеді. Ол әрекет етуге үлгермей тұрып, жоғарыдан шыққан дыбыс оны алаңдатады. Осы сәтті пайдаланған Мишель бөтелкемен оның басынан ұрып, бункердің шыға берісіне қарай жүгіріп кетеді. Эммет оны тоқтатуға тырысып, айқайлайды, бірақ Мишель есікке жетіп, Гвард қуып жетпей тұрып шлюзге кіріп үлгереді. Осы кезде Мишель фермаға қарай келе жатқан көлікті байқайды. Ол айқайлап жүргізушінің назарын аударуға тырысады, бірақ көліктен ауыр тері инфекциясына шалдыққан әйел жүгіріп шығып, есікке жабысып, жалынып кіруге рұқсат сұрайды. Гвард оған көмектесуге тыйым салады, себебі оны құтқаруға тым кеш. Бір нәрсе расымен болғанын түсінген Мишель бункерге қайта кіреді. Кейінірек Гвард оның апатына өзі себеп болғанын мойындайды, бірақ дәл сол апат оның өмірін құтқарып қалғанын айтады. Ол Мишельге Меганның киімдерін беріп, душқа түсуін талап етеді, өйткені ол шлюздің жанында болған. Гвард терезенің ар жағындағы әйелді бұрынғы көршісі екенін айтып, тани кетеді. Оның айтуынша, бункер туралы көп адам білетін, сондықтан мұнда басқалар да келуі мүмкін. Сосын ол Мишельден өзіне жара салғаны үшін тігіс салуын талап етіп, әскери теңіз күштерінде қызмет еткен кезіндегі күлкілі оқиғаларын айта бастайды. Мишель оның жарасын тігеді, ал Гвард оған мақтау айтып, әңгімесін жалғастыра береді. Кейін ол көліктен Мишельдің заттары салынған қорапты алып келіп, оның өмірі туралы сұрайды. Мишель бала күнінде сән дизайнері болуды армандағанын мойындайды. Өз кезегінде Гвард қызы Меганның суретші болғысы келгенін айтады. Ол Мишельге кішкентай қыздың суретін көрсетіп, ажырасқаннан кейін Меганның анасы оны өзіне қарсы қойып, Чикагоға алып кеткенін өкінішпен баяндайды. Гвард адамдардың өз қауіпсіздіктеріне немқұрайлы қарайтынына ашуланады, бірақ ең болмағанда өзі жақындарын қорғауға тырысқанын айтады. Кейінірек Эммет Мишельді жұбатып, сырттағы әйелге бәрібір көмектесе алмайтындарын айтады. Егер олар оны ішке кіргізсе де, ол бәрібір өлетін еді. Олар өткен өмірлерін еске алады. Эммет политехникалық мектепке грант жеңіп алғанын, бірақ қорқып, ешқашан оқуға кетпегенін мойындайды. Ал Мишель әкесі оны ұрып соғатынын айтып, бүкіл өмірі бойы қақтығыстардан қорқып келгенін ашады. Эммет бәріне қарамастан олардың бақытты екенін еске салады. Олар аман қалды. Алдағы бірнеше күнде үшеуі біршама бейбіт өмір сүре бастайды. Олар бірге ойындар ойнап, тамақ әзірлеп, жаңа өмірге бейімделуге тырысады. Бір күні жоғарыдан қатты дыбыс естіледі. Гвард бұл әскер болуы мүмкін дейді, бірақ жердің әскері емес. Оның айтуынша, олар бұған дейін көрген жарқылдар бірінші кезең ғана. Қазір екінші кезең басталды, аймақтарды зачищение жасау. Бәлкім, бөтен тіршілік иелері тарапына. Кенеттен ауа сүзгілеу жүйесі істен шығады. Гвард жүйені қайтаске қосу үшін Мишельді желдеткіш шахтасына кіруге көндіреді, өйткені ол ғана сонда сыйып кете алады. Мишель келісіп, тар өткелмен жылжиды. Ақыр ол сүзгі жүйесіне жетіп, оны қайтаске қосады. Бірақ сол жерде ол үрейлі нәрсені байқайды. Шынның бетіне көмектесіңдер деген сөз қашалып жазылған, ал баспалдақтың астында қанға боялған сырға жатыр. Бұл сырға Меганның суреттегі сырғасына ұқсайды. Шошып кеткен Мишель бұл туралы Эмметке айтады. Ол Гвардтың Меганға бірдеңе жасағанына күдіктене бастайды. Фотосуретті мұқият зерттеген Эммет онда бейнеленген қыздың Меган емес екенін байқайды. Бұл оның қарындасының бұрын жоғалып кеткен сыныптасы Бриттани еді. Кітаптың арасынан тағы бір фотосурет түсіп кетеді. Онда Гвард пен Бриттани бункерде. Дәл қазір Мишель киіп жүрген киімдермен түскен. Қауіптің қаншалықты үлкен екенін түсінген Мишель мен Эммет қашуды жоспарлай бастайды. Олар үнсіз қажетті материалдарды жинайды. Мишель душ пердесінен химиялық қорғаныс костюмін тігеді, ал Эммет қолдан жасалған газ тұтқыш әзірлейді. Олардың жоспары Гвардтың қаруын тартып алып, оны байлап тастау. Содан кейін біреуі көмекке кету. Бір кеште олар шарад ойнап жатқанда, Гвард бірдеңе дұрыс емес екенін сезіп, оларды әшкерелеуге шақ қалады. Бірнеше күннен кейін Гвард оларды бір бөлмеге шақырып, оларға тұз қышқылы толтырылған бөшкені көрсетеді. Оның айтуынша, бұл қышқыл қалдықтарды жою үшін қолданылады. Содан кейін ол олардың өзіне қарсы жоспар құрып жатқанын айтып, тығып қойған құралдарын шығарады. Қатты ашуланған Гвард құралдарды қышқылға лақтырып, оларды жойып жібереді. Мишель мен Эммет бұл сұмдықты үрейлене бақылап тұрады. Мишельді қорғауға тырысқан Эммет кінәні өз мойнына алып, ол бұл құралдарды қару жасау үшін қолданбақ болғанын мойындайды. Гвард оның кешірімін қабылдағандай болып, кенеттен суыққанды түрде оны атып өлтіреді. Шошып қалған Мишель оны торлы терезе артынан бақылап, көз жасына ерік береді. Гвард оны тыныштандыруға тырысып, енді оны ешкім ренжітпейтінін уәде етеді. Ол оған қамқорлық жасап, балмұздақ ұсынып,
бірге бақытты өмір сүретіндерін айта бастайды. Мишель бұл жерден қашу керектігін түсініп, Эмметтің өліміне қайғыра отырып, өз қорғаныш костюмін аяқтауға асығады. Алайда бір түнде Говард оның костюмін тауып алады. Мишель оның қолына түспей қашып кетуге тырысады, бірақ Говард оны қуып жетіп, оған жасаған жақсылығы үшін алғысыздық танытқаны үшін ұрсады. Үмітсіздікке түскен Мишель тұз қышқылы толтырылған бөшкені аударып жібереді. Қышқыл Говардтың денесіне шашылып, бункерде өрт басталады. Ол қорғаныш костюмін алып, қатты күйікке шалдыққан Говард оған қарай жанталаса ұмтылғанда, оны ауыр сөренің астына қысып тастайды. От күшейген сайын Мишель желдеткіш шахтасы арқылы жылжып, Говардтың оны тор көзді вентиляция торынан өткізіп өлтіруге тырысқаннан қашып құтылады. Ол ауа сүзгілеу бөлмесіне жетіп, қорғаныш костюмін тез киіп алады. Сыртқы есіктің құлпын азотпен қатырып, оны сындырып, бункерден қашып шығады. Сыртқа шыққан Мишель көлікке қарай жүгіреді, бірақ осы сәтте оның костюмі жыртылып кетеді. Сасқалақтаған ол көліктен жабысқақ таспа тауып, жыртықты жапсырып тастайды. Демін басайын дегенде, кенеттен жоғарыдан еркін ұшып бара жатқан құстарды байқайды. Ауаның улы емес екенін түсінген ол газ тұтқышын шешіп тастайды. Бірақ қуанып үлгермей жатып, алыстан алып бөгде ғаламшарлық кеменің қалқып тұрғанын көреді. Кеме тірі организм секілді қозғалып, бункердің жарылысын байқап қалады. Мишель үрейге беріліп, көлік кілтін іздейді, бірақ таба алмайды. Содан кейін ол бұған дейін бункерге кіруге тырысқан әйелдің көлігіне жүгіреді, бірақ көлік дабылы іске қосылып, бөгде тіршілік иесінің назарын аударады. Қатты қорыққан Мишель жақын маңдағы сарайға жүгіріп барып, ішінде әлгі әйелдің өлі денесін табады. Мишель мәйітті тінтіп, көлік кілтін табады. Дәл сол сәтте бөгде тіршілік иесі сарайды тексеріп, ішке кіруге тырысады. Оның назарын басқа жаққа аударғанын пайдаланып, Мишель Говардтың үйіне қарай жүгіреді. Бірақ ол жеткенше, бөгде ғаламшарлық кемесі төбесінен ұшып өтіп, улы газ тарата бастайды. Мишель тез арада газ тұтқышын киіп, химиялық шабуылдан аман қалады. Ол көлікке тығылады, бірақ бөтен тіршілік иесі машинаны зерттей бастайды. Оның қорғанысын тексеріп, ішке кіруге тырысады. Көлікке кіру қиын екенін түсінгенде, бөгде ғаламшарлық кемесі оны көтеріп, аспанға ұшырады. Көліктің ішінде отырып, Мишель жанармай толтырылған бөтелкемен оттық тауып алады. Ол тез арада молотов коктейлін жасап, бөтен тіршілік иесінің ауызға ұқсас ашылған жеріне лақтырады. Жарылыс кемені жойып, көлік жерге құлайды. Мишель аман қалып, көліктен шығып, әйелдің көлігіне отырып, оқиға орнынан қашып кетеді. Жолда келе жатып, радионы қосып, адамдардың бөгде ғаламшарлықтармен шайқастағы жеңістері туралы хабарларды естиді. Тірі қалғандарға эвакуация туралы нұсқаулар беріледі, ал медициналық немесе әскери тәжірибесі бар адамдарға Хьюстонға бару ұсынылады. Хабарламаны толығымен тыңдау үшін көлігін тоқтатқанда, ол Хьюстонға бағыт сілтейтін белгіге көзі түседі. Бір сәт ойланып, ол сол бағытқа бұрылып, көмек көрсетуге шешім қабылдайды. Найзағай жарық еткен сәтте, ол аспанда одан да үлкен бөгде ғаламшарлық кеменің сұлбасын көреді. Және осы жерден фильм аяқталады.